яғни мына күрделі затымыз, ол біздің күрделі затымызды осылай ыдыратып, соның нәтижесінде мынандай кішкене затқа айналдырады. Яғни осы зат бізге шығуға ыңғайлы болып келеді. Қайырлы күн достар, тәніне саулық деген жандар. Мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Бүгін сіздерге бауырды қалай қайтадан қалпына келтіреміз, сол туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізде ағзада детоксикация қызметін атқаратын, яғни ағзадағы бүкіл токсиндерді, аллергендерді шығаратын негізгі органымыз ол бауыр болып келеді. Бауыр жақ қабырға астында орналасқан, ал бауырдың жасушаларын біз гепатоцистер деп атаймыз. Бауыр детоксикация қызметін атқарады, яғни бауырдың жасушаларында гепатоцистерде детоксикация процесі екі фазамен жүреді. Ол бірінші фазасына келетін болсақ, яғни ағзаға қандай да бір токсиндер, аллергендер, қорытылмай қалған тамақтың қалдықтары және де улы заттар қабыну процесінің өнімдері қаннан бауырға түсіп, соның нәтижесінде ол күрделі заттарды, яғни мысалы күрделі зат деп, күрделі затты біздің жай затқа айналдырады. Яғни оның шығуға, ағзадан шығуына ыңғайлы ететіндей. Яғни мына күрделі затымыз, ол біздің күрделі затымызды осылай ыдыратып, соның нәтижесінде мынандай кішкене затқа айналдырады. Яғни осы зат бізге шығуға ыңғайлы болып келеді. Бауырдың жасушалары, гепатоциттер өтті өндіреді, ал осы өт арқылы, жай затымыз өт арқылы шығарылады. Сіздерге мысал ретінде адамға негізі визуальны түрде қарағанда, яғни көзбен көргенде жақсы сақталады. Біздің мына гепатоцит деп айтатын болсақ, ал мынау гепатоцитіміз мынау болатын болса, ал мына бір жағы артерия, мына жағы, екінші жағы ол өт түтігі болып келеді. Яғни осы гепатоцитіне қаннан келген заттарды ыдыратып, өт түтігі арқылы ол жалпы өт түтігі, бауырдың түтіктері бәрі жиналып, бұл бір гепатоцит, сол барлық гепатоциттердің түтіктері жиналып, оң жақ, сол жақ түтікті құрайды, жалпы бауыр түтігін құрайды, және де ол жалпы бауыр түтігі өт қабына барып құяды. Өт қабындағы түтік ол шығып 12-лі ішекке барып құйып, соның нәтижесінде ағзада жиналған токсиндеріміз солай шығып отырады. Келесі біздегі бауырдың қайтадан қалпына келтіру процестері ол үш этаптан тұрады. Бірінші, ол біз негізі бауырдың гепатоциттерін қайтадан қалпына келтіру керек. Яғни осы гепатоциттердің жұмысы жақсы жұмыс істейтін болса, онда қан арқылы келген, қан тамыры арқылы келген кез келген токсиндерді, аллергендерді, улы заттардың бәрін өт арқылы біз 12 ішегі арқылы шығарып, ағзадан шығарып отырамыз. Егер де осы гепатоциттерде өндірген өттің консистенциясы қандай? Ол өт сұйық түрде болу керек, сұйық түрде жақсы шығып отыратын болса, ол ағзадан тез шығады. Ал егер де өттің осы жерде өт түтігі арқылы өттер дұрыс шықпайтын болса, көп адамдарда өттің іркілуі болады. Өт іркілгендіктен соның нәтижесінде токсиндер шықпайды. Токсиндер шықпағаннан кейін ағзада қан айналымда, лимфа жүйесінде және де майлы тіндерде токсиндерді жинап, ағзада улану процесі, интоксикация процесі жүреді. Яғни адамда бас ауруы, әлсіздік және апатия болуы мүмкін. Яғни ештеңеге зауқы болмайды, ештеңе жақсақысы келмейді деген секілді. Келесі айтатынымыз, өттің сұйық түрде болу керек, яғни өт жақсы өндіру керек. Өт қабында тас қашан жиналады? Яғни осы гепатоциттерден өндірілген өттің консистенциясына байланысты. Егер де сұйық болатын болса, ол тез шығады. Ал егер де қоймалжың түрде болатын болса, егер де уақыт өте келе дұрыс тамақтанбайтын болсаңыз, және де қандай да басқа да инфекциялық процестер нәтижесінде өт дұрыс шықпаса, ол қоймалжың болатын болса, өт қабында өт қоймалжыңданып, ол тасқа айналуы мүмкін. Яғни өт қабындағы тастың
пайда болу себебі ол осы бірінші себебі, яғни осы бауырға байланысты болып келеді, бауырдың гепатоциттерінде. Ал және де өт қабының өзінде қабыну процесінен болуы мүмкін, бірақ негізі осы бауырға байланысты болып келеді. Үшінші, бірінші айттық, ол гепатоциттердің жұмысын қайтадан қалпына келтіру керек. Екінші, осындағы өндірілетін өттің консистенциясына байланысты дедік. Ал үшінші, сіздерге визуально көрсететін болсақ, мысалы мына қарапайым біздің өт қабы десек, яғни осында түтік болатын болса, түтік 12 ішекке соның шығуын жақсарту керек. Егер де осы өт қабында өтіміз іркілетін болса, адамда интоксикация процесі жүреді. Соның нәтижесінде адамда осы токсиндер қайтадан қан айналымына өтіп, адамда бас ауруы, әлсіздік, сондай апатия белгілерін болады. Яғни осы өтті алдыңғы сабағымда мен айтқам, өтте іркілетін болса, осы токсиндердің әсерінен бетке акне, мен алдыңғы өтке байланысты видеомда айта өткем, что ағзада осы өт іркенуі нәтижесінде терге акне пайда болу себебінде өт қабына, өтке байланысты болып келеді. Біз осы этаптардың бәрін дұрыс жасайтын болсақ, онда біз бауырды, яғни тазалау процесі деп те атасақ болады. Біз бауырды тазалай алмаймыз, просто жұмысын қайтадан қалпына келтіретін болсақ, онда бауыр өзін реттеп, жұмысын қайтадан қалпына келтіріп, өзін тазартып алады. Бірақ, яғни осы реттілікпен біз орындайтын болсақ, бауырды тазалай алады екенбіз. Келесі айтатынымыз, біздің көп адам мән бермейтін, яғни бізде бауырдың жұмысына витаминдердің рөлі өте күшті. Яғни ағзада қандай да бір витамин жетіспеушілігі нәтижесінде бізде бауырдың жұмысы дұрыс жұмыс жасамайды. Яғни бағана айтқан күрделі заттарда жай заттарға толық айналдырмайды. Соның нәтижесінде бауыр дұрыс жұмыс жасамайды. Соның нәтижесінде ол токсиндер ағзадан шықпайды. Токсин ағзадан шықпады деген сөз, адамда бас ауру, әлсіздік, қайта айтудан шаршамаймын. Токсин ағзадан шықпаса, адамда улану процесі жүреді. Әлсіздік, шаршағыштық белгілері, яғни ағзада көптеген процестердің баяу жүруіне алып келеді. Яғни ағзада В тобының витамині жетіспесе, Д, Е, А, К, магний, цинк, селен қайсысы біреу жетіспесе, онда ағзада бауыр дұрыс жұмыс жасамайды. Келесі, біздің физиологиясын айттық, анатомиясын айттық. Енді біз осыны қалай қалпына келтіреміз бауырды? Соған келетін болсақ, ағзаның дұрыс жұмыс жасау үшін дұрыс тамақтану керекпіз. Ал дұрыс тамақтану дегеніміз, яғни сіз майлы, қуырылған тамақтарды аз қолдану, және тәтті шоколад, печенье секілді тез дайын болатын тағамдарды қолданбау керексіз, барынша қолданбау керексіз. Мен сізге бірден қолданбай қойыңыз деп айтпаймын. Оны ақырындап дұрыс тамақтануға көшу керексіз. Және де келесі, егер де бәрін дұрыс орындасаңыз, дұрыстап тамақтанатын болсаңыз, ағзаңызды жай көмірсулармен уламайтын болсаңыз, біз келесі емдік шөптерге көшетін болсақ, емдік шөптер ол ағзадағы бауырдың жұмысын қайтадан қалпына келтіреді, бауыр өтті сұйылтады, өттің дұрыс жұмыс жасауына атсалысады, және де өт түтігіндегі болатын спазмдарды босаңсытады, және де өт қабындағы өттің шығуын, және жалпы бауыр мен өттегі өттің дұрыс жұмыс жасауына атсалысады. Ол тұнбаға келетін болсақ, ол тұнбаның құрамында бірінші фармацевтикалық түймедағын 30 грамм аласыз, екінші жалбыздан 30 грамм аласыз, одуванчиктің тамырынан 15 миллиграмм аласыз, жол желкеннен 30 миллиграмм, мың жапырақтан 30 миллиграмм, зверобой шөбінен 40 миллиграмм аласыз. Және осы шөптерді осы пропорцияда алып, жақсылап араластырасыз, және де таңертең шөптерден жасалған пропорцияның
бір ас қасығын алып, оны 800 миллиграмм қайнаған суға қойып, оны тұндырасыз. Тұнбаны 1 сағаттай қойып қоясыз. Және аш қараңғы тамақтанардан алдын 15 минут алдын ішесіз. Және де түскі астан алдын 15 минут алдын, кешкі астан 15 минут алдын осы күн тәулігіне ішіп отырасыз. Және бұны 45 күннен кем ішпеу керек. Және бұл тұнбаның бәрі ағзада өте жақсы әсер етеді. Бірақ бұл тұнбаның жақсы шөптерден жасау керек. Яғни қарапайым аптекадағы емес, арнайы фито аптекалардан алу керек, немесе фито магазиндерді тауып, сол жердегі шөптерді алу керек. Және соның нәтижесінде сіздің ағзаңыз жақсы жұмыс жасайтын болады. Екінші, бізде сүт ошаған тұқымдары бауырға ең жақсы гепатопротектор болып келеді. Және де бұл сүт ошаған тұқымдарын сіз 1 апта алдын ғана майдаланғанын қолданған дұрыс. Себебі 1 аптадан асса, уже 1 ай алдын майдаланғанды қолданатын болсаңыз, оның емдік әсері төмен болып келеді. Сол себепті 1 апта алдын ғана майдаланғанын қолдану керексіз. Және де бұны 1 чайный ложкасын 30 минут алдын, тамақтанардан алдын 30 минут алдын қолдану керек. Күніне 2 рет қолданған дұрыс. Және де бұл бауыр циррозында және де майлы гепатозда жақсы көмектеседі. Келесі сұлы тұнбасы, біз 800 мл термос аламыз, соған 5-6 ас қасық сұлы қауыздағын алып, түнде қайнаған тұндырып қоямыз. Түні бойы тұнып тұрады. 1 күн бойы күніне 3-4 рет ішу керексіз. Және де жылы күйде ішу керек. Келесі, рибомаб дейтін дәрілік препаратты 2 таблеткадан күніне 2 рет 45 күннен кем ішпеу керек. Майлы гепатозда және де өт қабы ауруларында жақсы көмектеседі. Осы барлық тұнбаларды ішетін болсаңыз, өт және өт қабы ауруларын алдын аласыз және емдейсіз. Келесі, біз дефициттерге, яғни бүкіл жетіспеушіліктерді болдырмау керекпіз. Және де керек болса, витаминдердің жетіспеушілігін анықтайтын анализдерді тапсырып, және де бүкіл витамин группа В, Д, Е, А, К витаминдерінің жетіспеушілігі болса, қалпына келтіресіз. Магний, цинк, селен және де қандай да минералды элементтер жетіспейтін болса, онда оларды да қайта қалпына келтіру керексіз. Себебі бауырыңыз бұл элементтің біреуі жетіспейтін болса, онда дұрыс жұмыс жасамайды. Келесі, бізде бауырдың жұмысын қайта қалпына келтіретін висцералды терапия, яғни іштік терапиясы. Яғни бұны біз бауырдың және де өт қабы орналасқан проекцияда массаж жасау керекпіз. Сіз арнайы өзінің маманына барыңыз, немесе ютубтан висцералды терапия деп, яғни іштің құрылысына жасалатын массаждарды қарап, сол бойынша істесеңіз болады. Келесі, бізде ағзада көптеген осы қалпына келтіру терапиясы жүріп жатқандықтан, ағзада токсиндер көп мөлшерде шығады. Сол себепті көп мөлшерде шыққандықтан бас ауру, әлсіздік болуы мүмкін. Сол себепті мен сіздерге сорбенттерді ішуді ұсынатын едім. Сорбент ретінде хитиннен жасалған аминосорбты айтатын едім. Бұны түнде ұйықтардан алдын 1 чайный ложканы 1 стакан сумен ішіп аласыз. Және де соның нәтижесінде осы детоксикация процесі жүргізіліп жатқанда сізге ешқандай жанама әсері болмайды. Келесі, соңғысы, белсенді өмір сүру салтын ұстануды ұсынамын. Себебі ол қан айналымды және лимфа жүйесін ғана жақсартып қоймай, өттің шығуын да жақсартады. Осымен біздің видеомыз соңына жетті. Егер де видео ұнаған болатын болса, подписаться батырмасын басыңыз, лайк қойыңыз, комментарий жаза кетіңіз. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше амандықта жүздесейік.